Қантты диабетте аяқтарды сақтап қалудың жолдары және оның емі. Саламатсыздар құрметті YouTube көрермендер. Бүгін сіздерге диабеттің ең жаман асқынуы, диабеттік табан синдромы, яғни қантты диабетпен ауыратын адамдардың не себепті аяқтары кесіледі, оған дейін жеткізбей қалай аяқты сақтап қалуға болады. Сол туралы осы видеодан толық түсінетін боласыз. Аяқтарын сақтап қалу үшін қантты диабетпен ауыратын адамдар не істеу қажет? Ең бірінші, қандағы қанттың деңгейін нормада ұстап отыру және өз уақытымен тексеріп отыру қажет. Ол үшін үй жағдайында қандағы қанттың деңгейін тексеру мақсатында кез келген аптекада сатылатын глюкометр деген аппаратты алып, тамақтан алдын, тамақтан кейін қандағы қанттың деңгейін жақсылап тексеріп, нормада ұстап отыру қажет. Себебі қандағы қанттың деңгейі нормадан жоғарылап кететін болса, қан тамырлардың ішкі қабаты, яғни эндотелий қабаты зақымдалады. Ол сіздегі аяғыңыздағы нервтерге әсер етеді. Соның нәтижесінде сіздің аяғыңыздың сезімталдығы төмендейді. Яғни аяқтағы қан тамырлар зақымдалып, қан айналымы бұзылады. Сол себепті қандағы қанттың деңгейін өз уақытында тексеріп отыру қажет. Екінші, ең маңыздысы, қандағы холестерин деңгейін тексеріп отыру қажет. Холестерин мен қантты диабеттің қандай айырмашылығы бар деп сұрайтыныңыз анық. Қандағы қанттың деңгейі жоғарылап кететін болса, қан тамырлардың эндотелий қабаты зақымдалып, бұзылады. Ал сол бұзылған, зақымдалған жерге холестерин барып, жайғасып, отырып алады. Нәтижесінде қан тамырлардың ішкі диаметрі тарылып, ол жерден қанның өтуі қиындайды. Оның нәтижесінде аяқтағы қан айналымы бұзылады. Аяқтың сезімталдығы төмендейді. Аяқта ауыр сезімдер пайда болып, соңында аяқтың нерв тамырлары сезімталдығы төмендеп, аяққа қан келмегені себепті, аяқтың нерв жүйесімен байланысы төмендегені себепті, ол жерде аяқтың жасушалары, тіндері некрозданып, гангрена болып, бұл қалыпқа келмейтін процесс. Оны қалыпқа келтіре алмағаны себепті аяқ кесіледі. Яғни, бұл өте маңызды. Қантты диабетпен ауыратын адамдар міндетті түрде аяқтарын, аяқ тамырларын допплерден өткізіп, аяқтың қан тамырлары зақымдалмаған ба? Аяқ қан тамырлары қандай жағдайда? Ешқандай воспаление жоқ па? Толық біліп отыруыңыз қажет. Нақты айтатын болсам, қантты диабетпен ауыратын адамдар әр 3 ай сайын аяқтың қан тамырларын УЗИден өткізіп, аяқтың қан тамырларының жұмысын тексертіп отыруыңыз өте маңызды. Егер аяқ қан тамырларында өзгеріс байқаса, бұл сіздің міндетті түрде флеболог маманына баруыңыз қажет, аяғыңызды көрсетуіңіз қажет деген сөз. Диабеттік табан болмау үшін аяқ күтімі қандай болуы қажет? Ең бірінші, күніне 2 мезгіл аяқтарды жылы суда гигиеналық тазалап, жуып отыру қажет. Судың температурасын өлшеу өте маңызды. Себебі қантты диабетпен ауыратын адамдарда полиневропатия болғаны себепті аяқтардағы сезімталдық төмендеп кетеді. Ыстық суға немесе суық суға да аяғыңызды салсаңыз, аяқтарыңыздағы сезімталдық төмендеп кеткені себепті аяғыңыз оны сезбеуі мүмкін. Сол себепті судың ыстық не суық екенін ең бірінші аяғыңызды салып тексеріп көрмеңіз. Себебі аяқ терісін күйдіріп алуыңыз мүмкін. Қантты диабетпен ауыратын адамдарда осындай аяқ терісі күйетін болса, я бір жара пайда болатын болса, оның қалыпқа келуі өте қиын болады. Жара жазылмайды. Бұл жерге инфекция түсуі мүмкін. Яғни, сол жердің жара жазылмай, ақыры гангренаға, одан аяқтың ампутациясына дейін алып кетуі әбден мүмкін. Сол себепті аяғыңызды жуу мақсатында дайындалған судың ыстық не суық екенін білу мақсатында қалай тексеру қажет? Оны ең жақсы жолы бөлікті салып тексерсеңіз, бұл сізге жақсы нәтиже көрсетеді. Екінші кеңесім, пайдаланатын сабын немесе шампунда, кез келген сабын немесе шампунды пайдаланбаңыз. Медициналық тұрғысынан кеңесім, детское мыло, яғни детский сабындарды, детский шампундарды пайдаланғаныңыз дұрыс. Себебі ода химиялық заттары
үлкендерге дайындалғанына қарағанда аз болады. Үшінші кеңесім, жалпы аяқты жуып болғаннан кейін сүтінетін кез келген сөгіңіз осындай құрғақ пақтадан жасалған болғаны өте жақсы. Және де киетін аяққа носки, басқа да киімдеріңіз осындай жақсы пақтадан жасалған, синтетика болмағаны өте жақсы болады. Кейін аяқты жақсылап қарап, тексеріп, әртүрлі жаралар, басқа да патологиялық белгілер, немесе аяқта қараюлар бар ма, жоқ па, соны тексеріп тұрыңыз. Егер барлығы жақсы болатын болса, арнайы теріні қалыпқа келтіретін кремдер, бепантол, бепантен сияқты кремдерді қолдануға болады. Кейінгі кеңес және ең маңыздысы, аяқтың терілуіне жол бермеңіз. Себебі сізде диабетпен ауыратын адамдарда аяқ қан тамырлары зақымдануға бейім болады. Сол себепті аяқ киім таңдап кигенде де қыспайтын, ыңғайлы, терілтпейтін, ауа өткізетін болуы қажет. Амалы болса, диабетпен ауыратын адамдарда аяқ киімі бір размер үлкен аяқ киім киіп жүрсе, бұл өте жақсы болады. Маңыздысы, қыспаса, аяғыңызға ешқандай зақым келтірмесе, терілтпесе, ауа өткізетін болса, өте жақсы. Алтыншы, ең соңғы кеңесім, қанты диабетпен ауыратын адамдарда қан тамырларында қан айналым нашарлағаны себепті микроциркуляция нашарлап кетеді. Сол себепті қан айналымды өз уақытымен қан айналымды қалыпқа келтіретін дәрі-дәрмектер қабылдап отырғаны дұрыс. Яғни микроциркуляцияны қалыпқа келтіріп отыру қажет. Қан тамырлар бітеп қалмауы қажет. Видео жайында түсінбеген сұрақтарыңыз болса, міндетті түрде комментарийге жазып кетіңіз. Қажетті сұрақтар болса, міндетті түрде комментарийді күтемін. Каналға подписаться болып кетіңіз. Мен каналымда 94% адам каналға тіркелмей көреді екен. Міндетті түрде подписаться болып кетіңіз. Келесі видеоларда бұдан да пайдалы ақпараттармен бөлісуге уәде беремін. Сау болыңыздар, ауырмаңыздар.